Керексіз. Ол ақша менің қалтама түспейді. Компанияның қалтасына түспейді. Ол адам тікелей кезегі келіп тұрған адамға сыйлық ретінде беріледі. Ойлаңызшы. Ол адам екі қолын жайып алып, көзінен жасын алып отырып, 3000 теңге алса да жылаған адамдарды мен білемін. 3000 теңгеге жылаған адамдарды білемін. Қуанғаннан жылаған адамдарды білемін. Миллион ақшаны салып тұрып, 1 теңге алмаған адамдарымыз біз дейді. Ақшамызды тазалап қарызға кіргізіп кеткен, басында сенбегенде адамдар болды. Миллион салып 1000 теңге көрмеген, мен енді 1000 теңге салып қалай миллион алам деген адамдар болды. Ол ақшаның формуласы бар. Құрметті ағайындар, оны бізге айта бермейді ешкім. Біздің байғанымыз бәлкім біреуге керек емес шығар. Ол соның сценарийі шығар. Біз сонымен өмір сүріп жатқан шығармыз. Бірақ ойланатын кез келді ғой. 1000-дан да миллион жасауға болады. Міне сол формуланы біз қазір осы асардың ішіне жүйелеп тұрып кіргіздік. Баспанада алуға болады екен. Мынау үлкен кісілер көбінесе айтады, мен енді 70-тен астым, 80-ге келдім. Мен не істей алам бұл Қазақстан үшін? Менің өмірім өтті ғой, бітті ғой деп айтады. Жоқ, олай емес. Сіз 1500 теңгемен ақ осы Қазақстанның дамуына өз үлесіңізді қоса аласыз. Біздің шығарып жатқан бүткіл өнімдеріміз сол ақшаға жасалынып жатыр. Біз Қазақстан бір түбі тесік шелектей болып қалдық. Суды құясың, ағып кетеді. Суды құясың, ағып кетеді. Толмайды ешқашанда. Біздің ақшаларымыз сол шетелге кетіп жатыр, сыртқа шығып жатыр. Біз кінәлі адамды іздеп жүрген жоқпыз. Кім осыған кінәлі деп. Жалпы халықтың арасында осы нәрсе қатты өршіп тұр қазір. Біз кінәлі адамды іздеп жүрміз бәріміз. Неге біз осындай кінәлі адам іздейміз? Ана президент па, мына президент па, ана министр ма, мына жемқор ма деп соны іздеп жүреміз. Жоқ, асар ешкімді іздеп жүрген жоқ. Бұл жерде біз білім іздеп жүрміз. Өйткені қазақ атамыз не дейді? Білекті бірді жығат, білімді бұнды жығат дейді. Сол үшін біз білімге шақырамыз. Біз білімді болайық, ақылды болайық. Біз айтамыз ғой, ақындар мен батырлардың ұрпағымыз, сал сиырлердің ұрпағымыз, біздің қазақты әлемге танытқан қаншама мықты біздің ойшылдарымыз, философтарымыз, математиктарымыз. Олар әлемге танытты ғой. Ал бізше, біз немізбен мақтанамыз қазір. Міне осының барлығын жинақтап келіп, бұның формуласы ол асар екен. Асар ол қазақтың мінезі. Біз күлімдеп қараған адамға бүткіл жылы